Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай күзгі мотивті қол сөмке тоқитын боламыз. Қол сөмкенің мотивтері бөлек-бөлек, өз талғамыңызға сай түстерді қолдансаңыз болады. Егер сіздерге қызық болса, менімен бірге ары қарай тоқуға шақырамын. Ең алдымен контраст түсті жіптен амигуруми сақинасына 12 ілмелі баған тоқып аламыз. Бірінші бағанымыз, екінші баған, үшінші баған, төртінші. Осылайша 12 баған тоқимыз. Он екінші бағанымыз, жіптің етегін барынша тартып, тоқуды дөңгелетеміз. Дөңгелектің басын біріктіреміз. Бірінші қатарымыз. Екінші қатарымыз кішкене қиынырақ болады. Жіптің етегін қосып тоқып жіберемін. Ақ түсті жіптің басын біріктіріп, қоңыр түсті бірінші бағанның жоғарғы жағына бекітемін. Алғашқыда кішкене қиынырақ болады. Ақ түспен сол қоңыр түсті баған тоқылған нүктеге ақ түсті бағанды аяқсыз етіп тоқимын. Келесі қоңыр жіппен бағанды жабамын. Келесі нүктеге қоңыр ілмелі баған тоқимын. Аяқсыз етіп, соңғы ілмекті ақ жіптен жабамын. Ақ түстен сол нүктеге қайтадан екінші қосарлы бағанымыз тоқылады, яғни прибавкамыз. Бұл қатарда алдыңғы тоқылған 12 бағанымызды қосарлатып 24 баған етуіміз керек. Түстерін кезек-кезек алмастыра отырып, бағанның соңын жаппай, келесі түспен жабу отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай қатар соңына дейін өздігімізбен тоқып шығамыз. Қатарды аяқтап біріктіреміз. Екінші қатарымыз аяқталды. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда қоңыр бағанды қосарлатамыз. Сол қоңыр нүктеге қайтадан ілмелі бағанымызды тоқимыз. Соңын ақ жіппен жабамыз. Ақ бағанның үстіне тек бір ғана баған тоқимыз. Үшінші қатарда тек қоңыр түсті бағандарды қосарлатамыз. Яғни екі қоңыр баған, бір ақ баған болуы тиіс. Қатардың соңында барлығы 36 баған болуы тиіс. Мінекей бір ақ, екі қоңыр. Осылайша қатар соңына дейін өздігіміз тоқып шығамыз. Қатарымызды жабамыз. Төртінші қатар. Мұнда да қоңыр жіпке прибавка, қосарлы бағандар тоқимыз. Яғни бізде қоңыр 3 баған болуы тиіс. Ақ баған сол күйінде тоқылады. Неке қоңыр бағанның екінші бағанын қосарлатып тоқимыз.
1 ақ баған, 3 қоңыр баған. Қатар соңында барлығы 48 баған болуы тиіс. Төртінші қатарымызды біріктіреміз. 5-ші қатар. 5-ші қатарда да қоңыр бағанға қосарлы баған тоқимыз. Сол нүктеге қайтадан қосарлы бағанымыз және ақ баған сол күйінде бір баған болып қалады. Екі жай баған, үшінші бағанымыз қосарлы. Осылайша 1 ақ баған, 4 қоңыр баған. Қатар соңында 60 баған болуы тиіс. Қатарымызды аяқтаймыз. Алтыншы қатар. 3 жай баған тоқимыз, ілмелі. Және 4-ші бағанды қосарлы баған тоқимыз қоңыр жіптен. Ақ жібіміз сол күйінде бір баған болып қала береді. Екі, мына бағанға қосарлы баған. Алтыншы қатарымызда 1 ақ баған, 5 қоңыр баған болуы тиіс. Қатар соңында 72 баған болуы. Қатарымыз біріктіреміз. Келесі 7-ші қатарда 5 қоңыр бағанымыз сол күйінде қалады. Мұнда ешқандай қосарлы баған тоқымаймыз. Енді ақ жіпке келген кезде сонда қосарлатып бастаймыз. 4-ші баған, 5-ші баған. Енді ақ жіпке ауысып, ақ бағандарымызды қосарлатамыз. 1-ші баған және 2-ші баған. Төртінші, 5-ші қоңыр бағанымыз, ақ қосарлы бағандар. Неге қатар соңында 84 баған болуы тиіс. Қатарымызды аяқтаймыз. 8-ші қатар. Мұнда да қоңыр бағандарды тиіспейміз, сол күйінде болады. 5 бағанды тоқимыз. 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші. Енді ақ жіпке ауысып, бір қарапайым ілмелі баған. Мұнда қосарлы баған тоқимыз. Сонда барлығы 5 қоңыр баған, 3 ақ баған болуы тиіс. Қатар соңында 96 баған. Қатарды біріктіреміз. 9-ші қатар. 9-ші қатарда да қоңыр түсті бағандарды тиіспейміз. Сол күйінде 5 баған болу керек. Ақ жіпке ауысамыз. 2 ілмелі баған. Енді мұнда қосарлы ілмелі бағандар тоқимыз. Барлығы 5 қоңыр баған, 4 ақ баған болуы тиіс. Неге қатар соңына дейін
өздігіңізбен тоқып шығыңыздар. Қатарымызды біріктіреміз. Оныншы қатардан бастап біз қысқартамыз. Мінекей байқасаңыздар, мен толық емес тоқыдым, яғни бірінші және екінші бағандарды бір-бірімен біріктіреміз. Міне екі басын біріктіреміз. 3 ілмелі баған. Мұнда ақ жіпке ауысқанда бірінші қосарлы баған тоқимыз. Қысқартқанымыз үшін мінекей қосарлы екінші бағанымыз. Ортасына екі ілмелі баған тоқып, соңғы төртінші бағанды да қосарлы баған тоқимыз. Мінекей қоңыр бағанда бірінші толық тоқымаймыз және екінші баған толық тоқымай, екеуіне бір төбе жасап қысқартамыз. 2 және 3. Демек, бұл қатарда бізде 4 қоңыр баған және 6 ақ баған болуы тиіс. Қатарды өздігімізбен тоқып шығамыз. Он бірінші қатарда бірінші және екінші бағандарды біріктіреміз. Мінекей соңына дейін тоқымаймыз. Бірінші және екінші бағанды жартылай тоқып алып, екі жартылай тоқылған бағанды біріктіреміз. 2 ілмелі қоңыр баған. Ақ жіпке ауысып, біріншіге қосарлы баған тоқимыз. Ортасында 4 ілмелі баған болуы тиіс. Үшінші, төртінші және соңғы бағанға қосарлы баған тоқимыз. Барлығы бізде 11-ші қатарда 3 қоңыр бағандар болу керек және де 8 ақ бағандар болуы тиіс. Мінекей гүлдеріміздің жапырақшалары кішкене кішірейіп жатыр. Қатарды біріктіреміз. Он екінші қатар. Мұнда да қоңыр жіптен қысқарту жасаймыз. Бірінші және екінші бағандарды бір төбемен тоқимыз. Ақ жіпке ауысып, бірінші және соңғы бағанға қосарлы бағандар тоқимыз. Ортасындағы 6 баған қарапайым ілмелі баған етіп тоқимыз. 12-ші қатарда барлығы қоңырдан 2 баған болуы тиіс және ақтан 10 баған болуы тиіс. 10 ақ баған. Мінекей соңғы қосарлы ақ бағанымыз. Қоңыр қысқартуымыз. Өздігімізбен тоқып шығамыз. Он үшінші мотивтің соңғы қатары. Мұнда 2 қоңыр бағанды бір-бірімен біріктіреміз. Ақ бағандарда бірінші және соңғы бағанды қосарлы баған етіп тоқимыз. Қоңыр бағанды, 2 бағанды біріктіреміз. Бұл қатарда бізде сонда бір қоңыр баған қалуы тиіс және 12 ақ баған болуы тиіс.
мінекей соңғы қатарымыз. Жібімізді қиып, етектерін жасырамыз. Әр мотивті үтіктің буымен өңдеп алғанымыз жөн болады. Енді түстері бойынша байқасаңыздар, жапырақтарын қиылысуын қадағалаңыздар. Енді мындай ортасына кішкентай үшбұрыш қосымша тоқимыз. Мотивтерді бір-бірімен байланыстыру үшін. Ол үшін 4 осындай 4 ілмек тоқып аламыз, және біріншіге бір ілмелі баған тоқимыз. 3 бос ілмек. Енді әр бағанды қосарлатамыз. Яғни қатар соңында 4 баған болу тиіс. Үшінші қатарда мынау петля подъема дейді. 3 қатарды көтеріп аламыз. 3 ілмекті. Бірінші және соңғы бағандарды қосарлатамыз. Ортасында 2 бағанды ілмелі жай баған тоқимыз. Бірінші және соңғыларына қосарлы бағандар тоқимыз. Үшінші қатарда барлығы 6 баған болу тиіс. Көтеру ілмектері. Сол бағанды қосарлатамыз. Ортасына 4 ілмелі баған тоқимыз. Үшінші, төртінші және соңғы бағанды қосарлы баған етіп тоқимыз. Бірінші бағанымыз және екінші бағанымыз. Қатар соңында 8 баған. 5-ші қатарда көтеру ілмектері, қосарлы бағанымыз, ортасына 6 ілмелі баған тоқимыз, және соңғы бағанды қосарлы баған тоқимыз. Қатар соңында 10 баған болуы тиіс. Қосарлы екінші бағанымыз. Осымен кіші элементіміз бітті, 5 қатардан тұрады. Бұл 2 шеңбер мотивтің ортасы. Енді біздер төменгі және жоғарғы жағындағы үлкен үшбұрыш элементін тоқимыз. Ол үшін көтеру ілмектері. Мұнан бастап бірінші бағанды қосарлатамыз. Және де екінші бағанды да қосарлатып тоқимыз. Бірінші, екінші. Мінекей 2 бағанды қосарлаттық. Ортасында 8 ілмелі баған. Мінекей соңының алдындағы бағанды қазір қосарлатамыз. Және де соңғы бағанды да қосарлатамыз. Қатар соңында барлығы 16 баған болуы керек. 7-ші қатар көтеру ілмектері. Сол бағанды қосарлатамыз, және де келесі бағанды қосарлатамыз. Ортасына 12 ілмелі баған тоқып шығамыз. Және соңғы 2 бағанды қосарлатуды ұмытпаңыздар. Мұнда мен қателесіп кеттім, ерте қосарлатып қойдым. Мінекей мынау соңының алдындағы бағанымыз қосарлататын. Және міне соңғы бағанымыз. Қатар соңында 20 баған болуы тиіс. 8-ші қатар көтеру бағандары, көтеру ілмектері, кешірерсіздер. Бірінші және екінші бағанды қосарлатып жатырмын. Ортасында 16 ілмелі баған тоқылады. Соңғы 2 бағанды да қосарлатамыз. 8-ші қатардың соңында барлығы 24 баған болуы тиіс.
Мінекей, осымен біздің үлкен элементіміз аяқталды. Мінекей, мен біріктіру тәсілін көрсете кетейін сіздерге. Барлық элементтерді осы әдіспен біріктіреміз. Бұл жоғарғысына және төменге біріктірілетін үлкен үшбұрыш элементтері. Үлкен элементтерді біріктіретін кезде екі жапырақтың ортасындағы ақ бағандарға байланысады. Мінекей, шеңберіміздің екі жақ қабырға емес, төменгі қабырғасымен қосқыш элементімізге кішкене жанасып біріктіре бастаймыз. Соединительные петли дейді, біріктіру ілмектері, сол арқылы біріктіріп тоқып аламыз. Алғашқы көзге қиын болып көріну мүмкін, бастасаңыздар тез оңай аяқталғанын байқамай қаласыздар. Осылайша артқы жақ қабырғасын біріктіре отырып тоқып шығамыз. Біріктіру барысында тоқымаңыз жиырылып қалғандай көріну мүмкін, ол ештеме етпейді. Себебі бумен өңдеген кезде барлық тартыстар, жыртыстардың барлығы білінбей кетеді, созылып. Мұнда бірінші жапырақ пен екінші элементтегі жапырақты тұтас артқы жақ қабырға емес, екі қабырғасынан іле отырып біріктіреміз. Мінекей, тартылып тұрғандай көрінеді. Оның барлығы қалыпты. Бумен өңдеген екен, барлығы кетіп қалады. Екінші мотивті біріктіріп жатырмыз. Тағы да қайталай кетейін, үлкен үшбұрыш элементті қосқанда екі жапырақтың ортасындағы ілмектерді пайдаланамыз. Ал кішкентай үшбұрыш элементті қолданған кезімізде тек екі жапырақтың ортасындағы ғана жіптер, бағандар, ілмектер қатысады біріктіру процесіне. Мінекей, мен сияқты асықпаңыздар. Біріктіру процесі түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсініксіз болып жатса, комментарийге жазыңыздар, барынша түсіндіруге тырысамын. Егерде сіздерге ілмек бізбен қиын болып жатса, онда иненің көмегімен де біріктіре берсеңіздер болады. Онда тұрған ештеме жоқ. Әркімге қалай ыңғайлы, сол бойынша біріктірсін. Қол сөмкемнің дайындамасын бумен өңдеп алдым. Ендігі қатарда жоғарыдағы екі қатарды жартылай ілмелі, яғни полустолбик дейді, жартылай ілмелі бағандармен екі қатар тоқып аламын. Тоқуды кез келген жерінен бастасаңыздар болады. Мінекей, осылайша жартылай ілмелі бағанмен әр бағанға бір бағаннан тоқып, айналдыра екі қатар тоқып аламыз. Мінекей, тоқып алдым. Ендігі кезекте сөмкеміздің тұтқаларын тоқимын, бауларын. Ол үшін ілмек бізді бір размер үлкен ілмек бізге ауыстырып, бір жақ бағын үлгі ретінде тоқып қойдым. Қазір екінші жағын тоқимыз бірге. Ол үшін ең алдымен екі жапырақшаның ортасындағы ілмектерді ілеміз.
жібімізді тоқымамызға бекітіп аламыз. Мінекей жапырақшаның жоғарысындағы бағанға екі ілмек көтеру ілмегі және әр бағанға баған етіп тоқып 15 баған тоқып аламыз, ілмелі баған. Тоқуымызды айналдырып, енді ілмексіз қарапайым жай бағандар тоқып шығамыз. Мінекей 15-ші қарапайым бағанымыз. Тоқуымызды айналдырып, қайтадан дәл солай екі көтеру ілмегі және 14 ілмелі баған, барлығы 15 болуы тиіс. Көтеру ілмектерімен бірге 15 болуы тиіс. Мінекей соңғысы. Тоқуымызды айналдырып, мұнда қарапайым ілмексіз бағандарды тоқып шығамыз. Келесі қатарымызда біз қазір қысқарту жасаймыз. Ол үшін міне көтеру ілмегін тоқып алдық. 6 ілмелі баған тоқимыз. Алтыншы. Енді мынау екі қатар тұрған бағанды біріктіреміз. Міне толық тоқып алмаймыз төбесін. Біріктіріп қысқарту жасадық, яғни убавка жасадық. Қысқартудан кейін 6 ілмелі баған тоқимыз. Тоқуымызды айналдырып, бір ілмек көтеріп аламыз және 13 жай ілмексіз бағандар тоқып шығамыз. Келесі қатар, біз қысқарту жасағаннан кейінгі қатарда ешнәрсе өзгертусіз тоқимыз, яғни көтеру ілмектері және 13 ілмелі баған тоқимыз. Тоқуды айналдырып, өзгеріссіз 13 ілмексіз қарапайым бағандарды тоқып аламыз. Ендігі қатарда назар аударыңыздар. Біз осыдан бұрын қатарда қысқарту жасадық, одан кейін қатарды жай тоқыдық. Енді тағы да қысқарту жасаймыз. Көтеру ілмектері және 5 ілмелі баған тоқып аламыз. 3, 4 және 5. Келесі 6-шы, 7-ші бағандарды бір-бірімен біріктіріп тоқимыз, қысқарту жасаймыз. Мінекей бірге тоқып алдық. Одан кейін 6 ілмелі баған тоқимыз. Осылайша бір қатар тастап отырып, қысқарту жасап, қатардың барысында 9 ілмелі баған болғанша өздігімізбен тоқып шығайық. Мінекей менде 9 қатар болды. Кешірерсіздер, 9 баған болды. Қысқартудан кейін. Тоғыз баған деп отырғаным, 2 көтеру ілмегін де қоса санайсыздар. Мінекей қысқартудан кейінгі 9 баған. Осыны 20 рет қайталап шығамыз. Мінекей менде соңғы қысқартуымнан кейін 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мінекей және 20 рет тоқып алдым. Ендігі кезекте мен
қосарлы бағандар тоқимын қатардың ортасында. Мінекей мына бағанға қосарлы баған тоқим. Бірінші және екінші. Мінекей. Қосарлы баған, келесіне еш нәрсе қоспаймын. Одан кейінгіге қосарлы баған тоқия отырып, мінекей мында көрсете кетейін, барлығы 15 баған болғанша қайтадан қосарлы бағандар тоқып үлкейтеміз. Барлығы 15 баған болу керек. Көтеру ілмектерін қосқан кездегі өздігімізбен тоқып шығамыз. Міне менде 15 баған болды. Жіптің етегін ұзындау етіп қалдырып аламын. Енді иненің көмегімен баудың етегін сөмкеге тігемін. Оны да 2 қоңыр жапырақшаның ортасына тігемін. Мінекей қоңыр жапырақшаның бірінші төбесі. Бірінші жапырақшамыз. Осылайша әр бағанның ілмектерін бір-біріне қоса отырып, иненің көмегімен асықпай ұқыпты етіп тігіп аламыз. Аса берік болсын десеңіздер, 2 қайтара тіксеңіздер болады.